вахабист болыңыз, сәләфит болыңыз, ханафи болыңыз, матруди болыңыз, басқасы болыңыз, бірақ ілім жолын ешқашан да жаппаңыз. Жабуға болмайды бұл ілім жолын. Анау шубха салады, анау бүйтеді, мынау сөйтеді деп тыңдаңыз барлығын, саралаңыз. Осының барлығын саралағаннан кейін ақиқатты өзіңіз іздей бастайсыз, ақиқатты өзіңіз тани бастайсыз, бірақ ілімді тоқтатпау керек та. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына комментарияларға қарап жүрек ауырады шынымен де. Бұның барлығы надандық. Мысалға бір ұстаз бірдеме айтса, оны пір тұтады. Ол мықты уағыз айтатын болса, оны пір тұтады. Бір адаспайтын бір пайғамбар сияқты. Бұны не дейді? Адасушылық деп айтады. Олай адасуға болмайды. Шариғатымыз тек қана пайғамбарларды адаспайды деп айтқан. Одан кейін сахабалардың жаңағыдай сенімділігін бекемдеп қойған. Біз сахабалардың да дәрежесіне жетпейміз ғой. Бұл яғни қандай да бір ұстазды пір қылуды тоқтатайық. Ол дұрыс емес. Бізде псевдосоплар деген бар. Өздерінің пірлерін сондай бір кіршіксіз қылып қояды да, сөйтіп соның айтқанын істеп жүреді. Және де біреулер оған пікір айтатын болса, оны айтқызбайды, жеткізбейді. Бізде сондайдың екі түрлісі бар. Біріншісі вахаби пір, екіншісі сопы пір деген. Көрдіңіз бе? Ол дұрыс емес. Шариғатта сын айту деген нәрсе бар. Дұрыс емес пікірге қарсы шығу деген нәрсе бар. Ол нәрсе болып тұрады. Біз оған қарсы шықпауымыз керек. Біз осындай мәселені керісінше көтеруіміз керек. Ғылыми талас тартыс болу керек бұл жерде. Қараңыздар, мен сіздерге бір мысал келтірейін. Мынау Мулла Джами деген кітап. Бұл кітап Кафия деген кітаптың шархы. Бұл арабша грамматика, айтқан кезде. Арабша грамматиктердің өздері бір-бірімен таласады. Басриин, яғни Басра қаласы және Куфа қаласы екеуінің ғалымдары бір-бірімен қатты таласады. Бір-бірімен таласқан кезде сондай грамматика мәселесіне таласады, қараңыздар. Сонда бұл не? Халықты бөлу ме? Жоқ, бұл халықты бөлу емес. Бұл деген ғылымды бетке шығару деген сөз. Біз осы грамматиканы оқыған кезде басрииндерге де жақтаспаймыз, куфииндерге де жақтаспаймыз. Екеуінікі де дұрыс деп айтамыз да, қараңыздар. Ал кейде дұрыс емес, кәдімгідей, сен ақылың дұрыс емес деп айтып тұрады бұл мәселе. Жақсы, бұны қоя қояйық. Усул хадис, мысалы, усул хадисінде нұхбатул фикр. Бұл дегеніміз Ибн Хаджар Асқалани рахматуллахи алейхи кітабы. Бұл жерде де ихтилафтар көп. Усул хадистің өзінде ихтилафтар бар. Усул фиқтің өзінде ихтилафтар бар. Хадистердің өздерінде ихтилафтар бар. Құран тәпсір Ибн Касир рахматуллахи алейхи. Бұны ашып қарасаңыздар, тәпсірлерінде де ихтилафтар. Яғни ғалымдар бір-біріне қарсы шығып жатыр. Бұл халықты бөлу емес. Бұл басқа біреуді жамандау емес. Дұрыс емес адамды дұрыс емес деп шығаруымыз керек. Көрдіңіз бе? 4 мазхабты алайық. 4 мазхаб, ішіндегі әрбір мазхабтың ғалымдары бір-біріне қарсы шыққан. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи өзінің шәкірттеріне қарсы шығады, оның шәкірттері оған қарсы шығады. Бірақ пікірлері шығып тұр. Көрдіңіз бе? Адасқан адамдар міне адасқан деп айтып жатыр. Сіздер егер де мухаддистерді қарайтын болсаңыздар, мухаддистер өте қатал. Абу Ханифа рахматуллахи, имам Бухари рахматуллахи алейхи Абу Ханифаның өзіне қарсы шыққан. Қараңыздар, бұған не дейсіздер ал? Сонда біз не? Дарын ағамызға қарсы пікір айта алмаймыз ба, сын айта алмаймыз ба? Мен түсінбедім бұны. Біздің шариғатымыздың іліміне кіретін болсаңыздар, ислам дініне кіретін болсаңыздар, ғылыми талас тартыстар өте көп. Бұл не үшін? Бұл дегеніміз біз ғылыми талас тартыстардың барлығын оқып, ақиқатты іздеу үшін. Сөйтіп, кезінде мазхабтар көп болған. Бұны Дарын ағамыз да мойындайды бұны. Мазхаб деген көп болған. Соның ішінде 1400 жыл бойы бір-бірімен таласып, 4-ақ қалған да, әлем мойындаған. 4 мазхаб қана қалған. Қараңыздар. Әлем мойындаған. Қалған мазхабтардың барлығы әлсіз болғаннан кейін құлай берген. Сол үшін Дарын ағамыз бір пікір айтатын болса, біз оған бір сын айтатын болсақ, бұл шариғатта дұрыс нәрсе керісінше. Осы жерде әлсіз ақида құлайды. Әлсіз тұс ол құлайды, әлсіз адам құлайды. Ал мықты ақида ол ешқашан да құламайды, ол тұра береді. Сол үшін бұндай мәселелер болып жатса, керісінше қуаныңыздар. Ғылыми талас тартыстар бұл жерде болып тұру керек. Пір тұтпаңыздар. Бір адамды пір тұтуға болмайды. Бір адамға толық сенуге болмайды. Өйткені оның соңғы демі қалай шығатынына сіздер кепілдік бере алмайсыздар. Оны бір Алла біледі. Бұл сөздерді Ибн Мас'уд радиаллаху анху өзінің сөздерінде айтып кеткен. Сол үшін құрметті жамағат, осындай пікірлерді бірінші сіздер жазар алдын, жақсы жаза беріңіздер, бірақтан ілім алыңыздар, кітаптардың бәрін оқыңыздар. Мына кітаптардың барлығында бір-бірімен таласады. Ғылыми талас тартыс дегеніміз осы ғылыми талас тартыстардың барлығында ақиқат ашылып тұрады. Адам кейінгі намаз оқитындар адамдар келіп жатса, мынау адамдікі дұрыс екен, мына адамдікі дұрыс емес екен, мына адамның уағызы күшті екен, бірақтан ақидасы дұрыс емес екен, мына адамның жаңағы ақидасы дұрыс екен, бірақтан мінезі нашар екен деген сияқты мәселелерді адамдар өздері қарап талқылап жатады. Бұл ғылыми тартыс деген нәрсе ол тоқтамау керек, құрметті жамағат. Бұны жүргізу керек. Бізде ғылыми талас болса, бітті, халықты бөліп жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп айтып жатыр. Ол дұрыс емес. Ғылыми талас тартыс болу керек әрқашанда. Дұрысты дұрыс деп айтуымыз керек, адасқанды адасқан деп айтуымыз керек. Әдемі уағыз айтып жатқан адамдардың барлығы йогова деген білесіздер ғой. Олар да әдемі уағыз айтады.
христиандар да әдемі уағыз айтады, яхудилер де өздерінің уағыздарын мықты айтады, ана буддистер де өзі мықты уағыз айтады, олардың да тілдері шешен. Сол үшін айтады, бал тамған тілден у да тамады дейді. Осы мақалды ұмытпаңыздар. Бізге ақиқат керек, ақиқатқа келген кезде ол мінезге қарамайды бұл жерде. Ақиқатқа келген кезде ақиқаттың өзіне қарап тұрады да. Ол адам ұнай ма, ұнамай ма? Сол үшін ақиқат кейде ол бай болады, ақиқат ол кейде кедейлердің қатарында болады, ақиқат кейде ол жасырын болады, ақиқат кейде ол мәшһүр болады, танымал болады. Сен қай жерінде ұстанасың? Осы жерде осы мәселе. Сол үшін ақиқатты іздеуде тоқтамаңыздар. Сәлман әл-Фариси радиаллаху анху қаншама жыл бойы ақиқатты іздеуді тоқтатпаған. Аллах тағала ең соңында оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға не істеп қосып жіберіп, оны сахаба алған. Енді Мулла Али рахматуллахи алейхи Мишкатул Масабих кітабында айтады, енді оны бір алла біледі, сонда бір риуаяттарда келеді, 300 жыл өмір сүрді дейді. Жасы сондай болған дейді. Енді ол риуаяттың дұрыс сахих немесе әлсіз екенін оны бір алла біледі. Бірақ сөйтіп келеді. Не үшін Аллах тағала оған ұзақ жыл берді дейді? Өйткені ол дейді ақиқатты іздеуде ешқашан да тоқтамады дейді. Қараңыздар. Сол үшін ақиқатты іздей беріңіз. Сіз мейлі вахабист болыңыз, салафит болыңыз, ханафи болыңыз, матруди болыңыз, басқасы болыңыз, бірақ ілім жолын ешқашан да жаппаңыз. Жабуға болмайды бұл ілім жолын. Анау шубха салады, анау бүйтеді, мынау сөйтеді деп тыңдаңыз барлығын, саралаңыз. Осының барлығын саралағаннан кейін ақиқатты өзіңіз іздей бастайсыз, ақиқатты өзіңіз тани бастайсыз, бірақ ілімді тоқтатпау керек та. Осындай. Уахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.